Бұл кастинг туралы ешкім білмеу керек. Туымны айдылдарға қарап, мен де айдыл болғым келіп кетті. Бұлар кішкентай кезінен бастап айдыл болуға дайындалады екен. Оның үстіне қазір Димаштың өнер көрсеткен қарап отырмын да. Неге осы біздің жұлдыздар шетелде танымал болғаннан кейін ғана өзіміздің елде бағаланады? Оның үстіне ересек болған кезде ғана танымал болады бұлар. Себебі шетелде балалар шоу-бизнеске ерте келеді. Мысалы айтатын болсақ, Джастин Бибер және де Майкл Джексон. Олар продюсерлердің көзіне түскенде, солайша өздерін таныта білген. Ал айдылдарды ала отырсам, олар кішкентайынан бастап стажер болып дайындалған осы этапқа. Шынымен де. Неге біз де солай істемейміз? Өзіміз балалардан, талантты балалардан топ құрайық. Қалай болады ол? Қалай болғанда? Қайдан табамыз? Жалпы ортақ кастинг жариялаймыз. Сен датасын белгіле, әдемі қылып үлкен афишасын шығар, бәрі көрсін. Сосын талантты балаларды өзіміз іріктеп аламыз. Қалай? Жақсы. Давай кеттік жасайық. Мен де солай ойлаймын. Іске кірісек онда, Бұл кастинг туралы ешкім білмеу керек. Мен жалғыз болам деген арманыма бір қадам жақындап келемін. Анашым, мен келдім, қайдасыз? Келдің ба балам, қалайсың? Анашым, мен жолдан вокал студиясын көрдім, қатысайыншы? Қойшы балам, уақытты бос өткізбей қояқшы, сен математик боласың. Анашым, өтініш, маған ән айтқан ұнайды. Неге басымды қатыра бересің? Қатыспайсың дедім ғой, қатыспайсың.